Бүгінгі талдайтын тақырыбымыз бұл холинергиялық рецепторлар және осы рецепторларға әсер ететін дәрілерді айтатын боламыз. Холинергиялық рецепторлар деп біз ацетилхолин медиаторына сезімтал рецепторлар айтамыз. Яғни ацетилхолинге сезімтал немесе таш тәуелді деп айтсақ та болады. Холинергиялық рецепторлардың бізде екі түрі бар. Бірінші ол мускаринге сезімтал холинорецепторлар немесе мускариндік холинорецепторлар және никотинге сезімтал холинорецепторлар. Холинорецепторлар. Бізде бірінші холинорецепторлар, бізде олар 5-ке бөлінеді. Біріншісі нейрондық. Бұлар мида және асқазанда кездеседі. Асқазанда ол гистамин синтезін арттырады. Ал сол сияқты гистамин синтезін арттырып, ол ашқордың мөлшерін жоғарылатады. М2 бізде жүректік, жүректің жиырылу жылдамдығын төмендетеді және артриовентикулярлық өткізгішті тежейді. М3 бізде бездік және бұлшықеттік. Тегіс салалы бұлшықеттер бастан бездік болғанда бездердің секрециясын жоғарылатады және бронхоспазмды шақырады и миозды шақырады. Яғни қараштың жиырылуын, тарылуын шақырады. Яғни соответственно бұлшықеттерге әсер еткеннен кейін көздің ол барып миозды шақырады, қараштың тарылуын шақырады. М4 және М5 бізде бұлар орталық жүйке жүйесінде кездеседі. Бұлар негізі толығынан зерттелмеген, сол себепті особо айта алмаймыз ештеңе. Сол себепті бұлар зерттелгені тек допаминнің синтезіне қатысады орталық жүйке жүйесінде. Холинорецепторлар бізде олар 2-ке бөлінеді. холинорецепторлар нейрондық тип және холинорецепторлар бұлшықеттік типі. Нейрондық типі бұлар бізде вегетативті ганглийлерде орналасады. Ал бұлшықеттік бұл қимыл қозғалыс синапстарында және қаңқа бұлшықеттеріне кездеседі. Енді холинергиялық рецепторлардың түрлеріне ерекшеліктерін айтатын болсақ, бірінші ол мускариндік холинорецепторлар. М нейрондық болған екен, ол асқазан мен мида кездеседі. В основном GQ белогы арқылы әсер етеді. GQ белогы арқылы әсер еткеннен кейін ол иноэстол 3-фосфаттың синтезін және дактың диацилглицериннің синтезін жоғарылатады. Сол себепті кальцийдің мөлшері артады. Кальцийдің мөлшері артқаннан кейін ашқордың мөлшері артады. Яғни гистамин арқылы. Миға әсері в основном қоздырушы әсер және танымдық әсерлерді, танымдық функцияларды жоғарылатады. М2 бізде жүректік, GI белогы арқылы әсер етеді. GI белогы арқылы әсер етіп, ол ЦАМФ-тің синтезін азайтады. Ол синтез азайғаннан кейін жүректің жиырылуы бәсеңдейді. Атриовентрикулярлық өткізгіш тежеледі. Сол себепті брадикардия шақырады. Яғни бұл топтың препараттарын основном тахикардия кезінде беріледі. М3 бізде бездік болған екен бұлар. GQ белогы арқылы әсер етеді. Яғни кальцийдің мөлшерін артады бұлар. Қарашықтың сфинктері жиырылады, миоз, тарылу процесі болады. Бронх, ішек, қуық жиырылады, спазм шақырады, бездер, сілекей тері, бронх, асқазан бездерінің секрециясы жоғарылайды. Ал М4 пен М5 бізде айтқанымыздай көбіне орталық жүйке жүйесіне кездеседі. Яғни бұлар толық зерттелмеген. Сол себепті тек допаминге әсер ғана белгілі. М4-тің основном тежегіш әсер, ал 5 қоздырғыш әсер көрсетеді. Енді холинорецепторлар туралы айтатын болсақ, бұл рецепторлар ионотропты, яғни натрий және калий арналарын ашады. Әсері тез және қысқа. НН нейрондық типі. Бізде олар ганглийлерде кездеседі, симпатикалық және парасимпатикалық ганглийлерде кездеседі. Қозуды өткізеді, постганглионарлық нейрон бесінеді. Яғни в основном преганглионарлы
нейрон арқылы берілсе, постганглионарлы нейрон арқылы, бұл уже ағзаның ішінде, то есть қандай бір органның ішінде әсерін көрсетеді. Нәтижесінде симпатикалық жүйке жүйесі артады, қан қысымы жоғарылайды, немесе парасимпатика арқылы немесе қан қысымы төмендетеді, иә. Ең жағдайға байланысты. Екіншісі бұл бізде НМ, бұлшықеттік түрі. Бұл жерде натрий арнасы ашылады, деполяризация туындайды, и бұлшықеттің жиырылуы орын алады. Бұлшықеттің жиырылуы орын алады. Яғни қимыл қозғалыстың негізгі болып табылады. НМ блокаторлар, яғни кураре тәрізді блокаторлар, бұлар бұлшықеттің босаңсуын, яғни миорелаксация шақырады. В основном бұлар хирургияда қолданылады. Енді былай айтатын болсақ, М рецепторлар бізде баяу, ұзақ әсер, жүрек, бездер тегіс бұлшықеттерге кездеседі, ал Н рецепторлар тез және қысқа әсер етеді. Олар гангрейде қозуды береді және бұлшықеттің жиырылуына қатысады. Ацетилхолин синтезін білу керек. Ацетилхолин в основном то есть ең басты активтендіруші болып табылады. Ацетилхолин құрамына бізде холин бізде тамақтан аламыз, немесе фосфолипидтердің ыдырауы кезінде алуға болады, иә, мембранадан. Және ацетил-коа. Ацетил-коа сіздер білетіндей пируваттың өнімі Кребс циклының соңғы өнімдерінің бірі болып табылады. Енді бұл екеуі қосылғаннан кейін, именно бұл процесс бізде нерв ұштарының цитоплазмасына жүреді. Бізге керек фермент ол холин ацетил трансфераза. Трансфераза, иә. Бізде ацетилхолин түзіледі и коа түзіледі. Коа түзіледі, синтезделген ацетилхолин бізде синтезделген ацетилхолин арнайы тасымалдаушы арқылы синаптикалық көпіршіктерге жиналады. Көпіршікте жиналды. Көпіршікте олар жоғары концентрацияда болады, және синаптикалық саңылауға шығуға дайын болады. Жүйке импульс келгенде, немесе мембрана деполяризациясы кезінде кальций каналдары ашылып, кальций аксон ұштарына келіп түседі де көпіршіктердің экзоцитозын шақырады. Бұл экзоцитоз ацетилхолин шығуын қамтамасыз етеді. Синаптикалық саңылауға шыққан ацетилхолин постсинапста және пресинапста орналасқан холин рецепторларды стимулдайды. Ацетилхолин синаптикалық саңылауда өте қысқа әсер етеді. Оған себеп бізде ацетилхолин эстераза ферменті ацетилхолинді бізде ол холинге және ацетатқа, немесе сірке қышқылына ыдыратады. Содан кейін холин қайтадан пайдалануға өтеді, қайта өңдеу процесінде нейронға қайта тасымалданады. Медициналық практикада негізінен тікелей холин рецепторлармен әрекеттесетін заттар қолданылады, холиномиметиктер, яғни холин рецепторларды қоздыратын заттар, немесе холиноблокаторлар. Холин рецепторларды бөгеп, ацетилхолиннің оларға әсер ету кедергі келтіреді. Сондай-ақ ацетилхолин гидролизін тежейтін заттар қолданылады, ацетилхолин эстераза тежегіштері, то есть антихолиноэстеразалық дәрілер. Яғни енді осы дәрілер туралы айтатын боламыз. Холин рецепторларға әсер ететін препараттар туралы айтуымыз керек. Бірінші ол М холиномиметиктер, бұларға бізде пилокарпин гидрохлорид мен ациклидин жатады. Бұл препараттар в основном әсер ету механизмі тікелей әсер және жанама әсер көрсетуі мүмкін. Тікелей әсері бұл М1 мен М5 аралығындағы холин рецепторлар байланысады, G белок жүйесін белсендіреді, кальцийдің шығуын жоғарылатады, немесе С амилазды азайтады. В основном бұл G белок жүйесін белсендіріп, кальцийдің синтезін жоғарылатады. Фармакологиялық әсерлері бұл в основном офтальмологияда қолданылады, пилокарпин. Сол себепті қарашықта тарылтады, миоз шақырады, көз шылдық қысымды төмендетеді, яғни жабық бұрышты глаукомада қолданады. Жүрекке әсер етуі аз, ациклидинге қарағанда пилокарпиннің қан тамырларға, яғни әсері аз, бронхтарға әсері аз, және асқазан ішек жолдары мен қуықтарға әсері аз болып табылады. В основном бұл көзге, яғни офтальмологияда қолданады, пилокарпин глаукома, яғни көз шілік қысымды түсіру үшін қолданады. Ациклидин болса бізде
Осының цамфтың азайтады және кальцийдің синтезін пилокарпинге қарағанда кішкене аздау болып синтезделеді. Сол себепті бұлар жүрек соғуын баяулатады и в основном бұлар асқазан ішек жолында перистальтиканы жоғарылатады и сөлдің секрециясын төмендетеді. Сол себепті ішек атониясында нәшті шығару үшін қолданады. Ал қуықта детрузор жиырылған кезде, бұл қуық атониясы болған кезде бұл зәрдің шығаруын қамтамасыз етеді. Сол себепті в основном бұлар асқазан ішек жолы мен қуыққа әсер етеді. Екеуінің айырмашылығы. Келесі бізде Н холина миметиктер. Бұларға бізде в основном классификация бойынша лобелин мен цитетон жатады. Лобелин мен цитетон в основном цитетон, яғни Н холиномиметик немесе цитизин деп аталады. Вегетативті жүйке жүйесінің ганглиясын қоздырады, тыныс алуды рефлекторды түрде қоздырады. Бүйрек үсті безінің милы қабатынан адреналиннің бөлінуін тудырады, қан қысымын жоғарылатады, никотин әсер ету механизмі жақын ұқсас, цитизиннің уыттылығы әлдеқайда төмен және емдік индексі жоғары. Яғни никотинге қарағанда бұл емдік терапиялық индексі жоғары, ал уыттылығы әлдеқайда аз. Цитизин никотиннің тиісті рецепторларын өзара әрекеттесудің бәсекеге қабілетті жейді. Бұл никотинге тәуелділіктің біртіндеп төмендеуіне және жойылуына келеді. Яғни никотиннің әсерлесетін рецепторларын бұл барып тежейді де, яғни никотинге тәуелділікті төмендетеді. Ішке қабылданғаннан кейін цитизин асқазан ішек жолына тез сіңеді. Көрсетілімі, яғни темекі тастауды жеңілдету үшін, яғни никотинге тәуелділікті емдеу. Жанама әсері бұл ашуланшақтық, тахикардия, тершеңдік, бас ауыру, бас айналуы, жүрек айну, ауыздың құрғауы, ас қорыту тарапынан іш қату, диарея болуы мүмкін. Ал лобелин бізде в основном каротидті шумақ рецепторларына Н холиномиметикалық әсер етеді және тыныс алу орталығын рефлекторды түрде қоздырады. Кезбен нервінің орталықтары мен ганглийлерінің белсенділігіне байланысты алдымен қан қысымының қысқаша төмендетеді. Содан кейін оның негізінен симпатикалық ганглия мен бүйрек үсті безінің милы қабатына ынталаушы әсер арқылы қан қысымын жоғарылатады. Яғни бірінші бұл кезбен нервке әсер етіп қан қысымын төмендетеді. Ал кейін өзінің свойствосы бойынша симпатикалық ганглия мен бүйрек үсті безіне әсер етіп қан қысымын жоғарылатады. Қысқа мерзімді әсер етеді. Жоғары дозаларда лобелин құсу орталығын қоздырады. Тыныс алудың терең депрессиясын, тоник-клоникалық құрысуларда жүректің тоқтауын тудырады. Яғни бұл жоғары дозаларда бұл уже побочкасы болып табылады. Көрсетілім тыныс алудың рефлекторлық тоқтауы негізінен тітіркендіргіш заттарды ингаляциялау немесе көміртегі тұтығымен улану кезінде. Бір уақытта қолданысы бізде лобелин в основном тиімсіз және қауіпті болып саналғаннан кейін қолданылмайды, ал цитизин бізде қолданылады. Темекіні тастау терапиясына қолданады. Также операциядан кейін де қолдануға болады, темекі шегуден бас тартуға арналған қосымша құрал ретінде қолдануға болады. Лобелин бізде тыныс аналептигі болса, ал цитизин бізде ганглиостимулятор. Әсер ету орнына лобелиннің каротидтенгіштері, ал цитизиннің бұл ганглийлерде әсер етеді. Әсер ету ұзақтығы бойынша лобелин бізде қысқа бірнеше минут әсер етеді, ал цитизин ұзақтау никотинге қарағанда әлсіз әсер етеді. Үшінші бізде бұл Н және М холина рецепторлары. Бізде М және Н холина рецепторларға бізде ацетилхолин мен карбохолин жатады. Ацетилхолин и карбохолин жатады. Яғни бұл екі рецепторларға да әсер етеді. Сол себепті тікелей ынталандырушы әсер етеді. М холиномиметикалық көрінісі, бұлардың әсердің көрінісі брадикардия, бронх асқазан ішек жолдары, қуық, көздің дөңгелек бұлшықеті, көздің кірпікшелі бұлшықеті тонусымен жырылуын белсенділігін жоғарылатады. Бронх бездерінің асқазанның ішектің сілекей лакримальды және мұрын мұжықтың шақты бездерінің секрециясының жоғарылауы асқазан ішек сфинктері мен қуық сфинктерінің релаксациясын тудырады. Ал Н холиномиметикалық әсері бұл
вегетативті түйіндерде постганглиандық талшықтарға, сондай-ақ моторлы нервтердің жолақты бұлшықеттерге жүйке импульстарының берілуіне қатысуымен байланысты. Яғни шағын дозаларда жүйке қозуының физиологиялық таратқышы болып табылады. Үлкен дозаларда синапстар аймағында тұрақты деполяризацияны тудырады және қозының берілуін блоктауы мүмкін. мидың әртүрлі бөліктеріне жүйке импульсінің берілуіне қатысады, ал төмен концентрацияда ол синаптикалық берілуді жеңілдетеді, ал жоғары концентрация ол тежейді. Яғни терапевтикалық дозада бұлар оң әсер етеді, ал жоғары дозаларда бұл уже ацетилхолиннің концентрациясын тежеп тастайды. Көрсетілім бұл эндоартерит, мезгіл ақсақтық, көздің торлы қабығының артерияларының спазмы, ішек және қуық атониясы, өңеш ахалазиясын рентгендік диагностикалық жеңілдету арқылы. Медицина практикасында глаукомада сирек ацетилхолиннің аналогы болып табылатын карбахолинді қолданады. Карбахолин ацетилхолиннің айырмашылығы оның тұрақтылығында. Ол ацетилхолин эстеразамен гидролизге түспейді, сондықтан айтарлықтай ұзақ әсер етеді. Өйткені карбахолиннің химиялық құрылымы ацетилхолиннен қарағанда өзгеше, сол себепті ацетилхолин эстераза оған әсер ете алмайды. Яғни ұзақ әсер көрсетеді, примерно 1-1,5 сағат. Ал ацетилхолиннің өзі бізде 2-3 минут қана әсер еткеннен кейін карбахолиннің әсері бізде ұзақтау болады. Карбахолин тек тікелей холиномиметикалық әсер ғана көрсетіп қоймай, пресинапстық ұштардың ацетилхолиннің шығуын ынталайды. Яғни карбахолин өзі әсер етеді және ацетилхолиннің шығуын да активтейді, жоғарылатады. Карбахолин фармакологиялық әсерінің спектрі ацетилхолинмен бірдей, бірақ ол М және Н холинестерге әсер етуімен анықталады. Сол себепті ацетилхолиннің препарат енгізгенде в основном карбахолин тұрақты түрде әсер етеді. Яғни выбор между этими у нас бывает только карбахолин. Бізде келесі препараттар түрі бұл антихолиноэстераза. Антихолиноэстераза заттар. Бұлар ацетилхолинэстераза ферментін тежеп, ацетилхолиннің синаптикалық сигналдарда жиналуын қамтамасыз етеді. Соның нәтижесінде энергиялық импульс ұзарады және күшейеді. Бұлардың бізде қайтымды түрлері бар және қайтымсыз түрлері бар. Бізде Харкевич бойынша ең маңыздылары бұлар. Қайтымдыларда прозерин, галантамин и физостигмин. Ал қайтымдыстарда бізде органофосфорлар қосылыстар, оларға бізге керегі тек армин болып табылады. Армин бізде ол то есть шаруашылықта қолданылады, инсектицидтерде қолданылады, яғни бұл медициналық практикада маңызы жоқ. Ал келесі препараттар бізде ол прозерин, физостигмин және галантамин. Бұл препараттар бізде әсер ету механизм бойынша бұлар қалыпты жағдайда ацетилхолин синапсы тез гидролизленеді, бірақ именно осы антихолинэстеразалық заттар бұл ферментті тежейді. Сол себепті ацетилхолин көп жиналады, М және Н холинэстераза ұзақ уақыт қоздырылады. Қайтымды тежегіштер, яғни бізге керегі бұл ферментпен уақытша байланысады, әсері салыстырмалы түрде қысқа болып табылады. Тек сағаттар, күндеп емес, бір 2-3-4 сағат болып табылуы мүмкін. Яғни олар мысалдар бағанағы прозерин, галантамин, физостигмин. Фармакологиялық әсерлері бұлар көзде қарашық тарылтады, миоз, көзжілік қысымды төмендетеді, глаукомада қолданады. Жүректе брадикардия өткізгіштің баяулауы болып табылады. Бұлшықетте ацетилхолин көп жиналуымен қозғышты қартады, әсерді жояды. В основном миостенияда қолданылады. Асқорыту тыныс жолдарында секрецияны күшейтеді, тегіс бұлшықеттер тонысын жоғарылатады. Қолдану, яғни миостения гравис, ол жерде бізде неостигмин, яғни бірінші препарат, который прозерин қолданылады. Миостенияда ішек қуық атониясының перистатика қалпына келтіреді. Глаукомада в основном физостигмин, пилокарпимен комбинацияда қолданады. Альцгеймер ауруына қолдану мүмкін галантамин, есте сақтау қабілетін жоғарылатады. И операциядан кейін бізде мысалы кураретарий заттар бар, кураретарий заттарда операциядан кейін тежеу үшін қолданады, яғни босаңсышан әсерін жою үшін қолданады. Және бағана армин бізде ауыл шаруашылықта инсектицид химиялық қару ретінде қолданады. Жаңа мәселелері ацетилхолиннің артық әсеріне байланысты
миоз, көрүүнүн бузулуу, силекей агуу, иштин өтүүгө кусуу, брадикардия, гипотензия болуу мүмкүн, булшукеттин түйүлүү, курусуу, және ауыл шаруашылық кезінде бізде улану болуы мүмкін, иә, тыныс алудың тоқтауы мүмкін. Яғни осы процесстер кезінде бізде антидоттар қолданылады, яғни атропин сульфат, холиноблокатор, холинергиялық әсерлерді басады. Иә, тек осылар маңызды бізде. Егер де сіздер толықтай оқиын десеңіздер, біздің конспект бар, сол конспекттен қарасаңыздар болады. Келесі талданатын препараттар түрлері бізде бұл М және Н холиноблокаторлар. М және Н холиноблокаторлар бізде М холиноблокаторлар, бұлар атропин тәріздес заттар болып табылады. Бұларға бізде атропин сульфаты, метацин, платифилин, гидро тартрата, ипротропи бромида, және скополамин гидропромида жатады. Ал екінші Н холиноблокаторларға бізде оларға соның екіге бөлінеді: ганглиоблокаторлар и кураре тәрізді заттар. Бізде ганглиоблокаторларға пентамин, арфомат, және гигрони жатады. Ал кураре тәрізді заттар бізде основном бұлар миорелаксанттар, яғни бұлшықеттерді босаңсытады. Панкурони бромида и пипикурони бромида жатады. Яғни МН холиноблокаторлар бұлар ацетилхолиннің синтезін және оның әсер ету механизмдерінің барлық тұрғыдан тежейтін болып табылады. Яғни олардың әсер етуін тоқтатады. И және бізде МН холиноблокаторлар, яғни сразу же екеуіне де әсер ететіндер бар. Олар біз циклодол жатқызамыз. Циклодол бізде ол Паркинсонға қарсы зат болып табылады. Ол күшті орталық Н холиноблокаторлар әсерге ие, сондай-ақ перифериал М холиноблокаторлар әсерге ие. Орталық әрекеті оның экстрапирамидалық бұзылулармен байланысты қозғалыс бұзылыстарын азайтуға немесе жоюға ықпал етеді. В основном циклодолдың көрсетілімі бұл паркинсонизм және есірткіден туындаған экстрапирамидал симптомдарын алдын алу және бақылау болып табылады.